Қарапайым капустадан чимчи дайындаймыз. Барлығының өлшемі астында жазылып тұрады. Міндетті түрде ашып қараңыз. Ең алдымен капустаны тазалап жуып, осылай төртке бөліп аламыз. Керек емес қабығын алып тастап, түбінде кесіп тастаймыз кішкене. Бөлек ыдысқа тұз су дайындайсыз. Кәдімгі кранның салқын суына 1 литрға 1 ас қасық тұз су салып, араластырып, тұз су дайындап аласыз. Осылай табаға капустаны орналастырып, бетін ауыр затпен жауып, полный капуста батып тұрғанша су құйып, 2 күннен соң алып, арасын осылай ашып, қайдадан тұз суға 1 күнге саламыз. Сондағы общий 3 күн тұрады суда. Ауыр затты басып, қақпағын қиғашынан ашып қоямыз. 3 күннен кейін осылай алып, сығып, бірден канкочи приправасын арасына жағамыз. Бір қабығына жағып, екінші қабығына жақпай, через одного барлық жеріне жағып тегізіп шығамыз. Канкочи приправасының жасалу жолы міндетті түрде видеоның соңғы жағында болады. Дәл солай жасап, осылай арасына жағып шығамыз. Толығымен жағып болған соң ыдысымызға орналастырамыз. Кез келген ыдысқа орналастыра бересіз. Дәл осылай видеодағыдай престеп орналастыру қажет болады. Бәрін орналастырып болған соң үстін басып, қақпағын жауып, тоңазытқышқа 2-3 күнге қалдырамыз. 2-3 күнде өзінің соғы шығады. Сосын тұтына берсеңіз болады. Маңыздысы қыс бойы тұтына бересіз, холодильникте сақтап ашымайды. Дәмді күйінде қалады. Ащы бұрышпен дайындалатын канкочи приправасын дайындаймыз. Ең алдымен ащы бұрыштарды түбін кесіп тазалап жуып, блендер болса блендер, болмаса мясорубканың көмегімен әбден ұсақтап өткізіп аламыз. Дәл осылай чеснокты да ұсақтап өткіземіз. Үстіне тұз қосып, осылай әбден араластырып, ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтай берсеңіз болады. Бұл приправаны кимчи орам жапырағына қолданатын боламыз, және де құр өзін тамаққа қосып жей берсеңіздер де болады.